I think my main strength is my mind. I think my strongest point is my mind. Осы видеоны соңына дейін көріңіз. Осы видеоны соңына дейін көргеннен кейін 100% гарантия беремін, сіздің сана сезіміңіз мүлдем 180 градусқа өзгеретініне. Ендеше кеттік. Бизнесте жалпы ең маңызды нөмір бірінші нәрсе бұл мышление, яғни ойлай алу. Көп адамдар қазіргі таңда бизнес жасағысы келеді, жасап та жатыр, бірақ орта жолға келген кезде белгілі бір себептермен ары қарай жүргізе алмағандықтан жарты жолдан тастап кетіп жатады. Оның бірден бір себебі білім жетіспейді, орта керек, фокус бір жерге қойылу керек, одан кейін энергия. Бизнесте ең көп табыс алып келетін бұл энергия, адамның энергиясы. Бизнеске қажетті ең 5 маңызды деген ресурстарды айтып кетейін. Бұл ең бірінші орта, яғни қоршаған орта керек. Бизнес жасап жатқан адамның ортасы өзі сияқты бизнесмендермен немесе кәсіпкерлердің ортасы болмаса, ол жайлап бір өзі жан жағындағы эффектілерден, жан жағында әсер ететін нәрселерден бизнесі жайлап құлдырай бастайды. Мысалға, орта маңызды деп жатқаным, қиярды тұздалған банкідегі суға салып қойса, және бетін жауып қойса, ол қияр тұздалғысы келсе де тұздалады, тұздалмағысы келмесе де тұздалады. Орта маңызды. Орта дегенім, ол таңертең тұрды, ұйқысынан ашқаннан бастап жан жағында нені көріп жатыр, айналасы қандай, көзі не көреді, тур соны нәтиже береді, кешке дейін нәтижесі сол. Қараңыз, егер де сіз отбасыда жалғыз кәсіпкерсіз болсаңыз, отбасыңызда сізден басқа кәсіпке ешкім қызықпайтын болса, бірте ол сізге әсер етеді, бейсаналы түрде, подсознательно әсер етіп кетеді, оны байқамай қаласыз. Сол күйге еніп кеткеніңізді байқамай қаласыз. Яғни айналаңызда кәсіп туралы ешкім айтпаса, кәсіп туралы мотивация беретін ешкім болмаса, бір өзіңіз жасай, қателесіп, көңіліңіз қалып, жайлап бизнеске көңіліңіз қала бастайды. Енді не істемек керек? Семьяда жалғыз сіз ғана болсаңыз, кәсіпке қызықсаңыз, кәсіпті ары қарай жүргізу керек. Кәсіпке деген, бизнеске деген құштар болсаңыз, жан жағыңызды кәсіпке, мотивацияға толы заттармен, ресурстармен қоршау керек. Ол деген мысалы, таңертең тұрғаннан бастап, айналаң, телефонда не көрдің, сол сен соның нәтижесісің. Мен айтатын едім, телефондағы артық заттардан арылу керек. Мысалы, артық чаттардан, саған бизнесіңе қатысы жоқ нәрселерден сені өсірмейтін артық чаттардан арылу керек. Амал жоқ. Өйткені саған өсу керек, ары қарай қимылдау керек. Өйткені бастап қойдың, артыңда бүкіл ел тұр. Сондықтан ең бірінші ортаға назар аударыңыз. Жан жағыңды қорша, кітаптармен қорша, Инстаграмда бизнесмендерге тіркел, бизнес туралы идея айтып отқандарға тіркелу керек. Мысалға, егер сен ағылшын тілін үйренетін болсаң, құр үйрену өте қиын, құр өзің қимылдай беру. Жан жағында кітаптар, картиналар, сотканы ашқан кезде ағылшынша тұрса бәрі, сотканы ашып қалған кезде видеолар ағылшынша тұрса, ортаң, айналаң ағылшынша сөйлескен болса, сен тез дамып кетесің. Дәл сол сияқты бизнесте де тез даму үшін сенің ортаң сондай болу керек. Ортамен тез шығып кетесің. Ортаның әсері өте көп. Орта қатты әсер етеді. Осыған мән беріңіз. Екінші нәрсе бұл фокус. Фокус өте маңызды. Себебі адам 4 секунд қана өзінің фокусын ұстап тұра алады. 4 секунд қана. Себебі жан жақтан оған әсер ететін нәрселер өте көп. Светтің жанғаны, далада балалардың сөйлесіп жатқаны, телевизордың қосылғаны, радионың шығып жатқаны, жан жақтағы нәрселердің бәрі сенің фокусыңды автоматты түрде бұрып жібереді. Фокусыңды автоматты түрде қалай кетіп қалғаныңды білмей қаласың. Фокусты бір нүктеге қою керек. Осыны ұстап алсаңыз ғана ары қарай соны жасауға болады.
Ал енді айтуыңыз мүмкін, мен фокусты ұстай алмай жатырмын деп. Оның бірден бір шешімі, көмектесетін нәрсе бұл медитация. Медитация таңертең тыңдауға болады, күндіз тыңдауға болады, және кешкі уақытта тыңдауға болады. Медитация әлемдегі көп миллионерлердің өмірін қарасаңыз, миллиардерлердің өмірін қарасаңыз, медитация жасайды. 99% медитация жасайды. Ол не үшін деуіңіз мүмкін? Міне осы фокусты бір қалыпқа келтіру үшін. Жұмысқа кіріскен кезде фокусы жан-жаққа айнып кетпеу үшін медитацияға жүгінеді. Медитация фокустың, назарыңның бір қалыпты болуына көмектеседі, ойдың жан-жаққа шашырап кетпеуіне көмегін береді. Назарың қайда болса, нәтижең де сонда. Егер сіздің фокусыңыз телевизорда болса, бір қалыпты өмірді аласыз. Сол телевизордағыдай өмірді аласыз. Егер сіздің фокусыңыз қалай табыс табамын, қалай бизнесімді жүргіземін, бір нәрсені қалай екі зат қыламын, қалай үй аламын, үйді қалай тез аламын, машинаны, көлікті қалай тез аламын деген фокусыңыз сонда ғана бұрсаңыз, сол жерде назарыңыз да сол жерде болады. Яғни нәтиже де сол жерде болады. Бізде фокусты ұстау өте қиын, айтуға оңай, бірақ бейсаналы түрде жан-жаққа кетіп қаласыз. Оны өзіңіз байқамайсыз. Байқамай қаласыз. Фокусты ұстау өте маңызды. Түрлі жаттығулар, медитация жасап үйрену керек, күнделікті әдет қылу керек. Күнделікті тісіңізді жуатын болсаңыз, медитацияда дәл солай күнделікті жасалынатын нәрсе болу керек. Ол не үшін? Оның бәрі сіздің дамуыңыз үшін, сіздің мықты кәсіпкер болуыңыз үшін, мықты табыстар табуыңыз үшін барлығы. Осыған мән беріңіз. Одан кейін үшінші ресурсты мен энергия деп айтатын едім. Энергия өте маңызды. Көп адамдар энергияны түсіне бермейді. Энергияны жан-жаққа өзіне қажетсіз нәрселерге бұрып алады. Жалпы өмірде жетістікке жеткен адамдардың көбісінен сұрасаңыз, көбісінің айтатыны энергия. Энергия маңызды. Өйткені энергияң сенің толып тұратын болса, сен көп жұмыс істей аласың. Энергияң толып тұрған кезде сен мықты ойлана аласың. Энергияң толып тұрған кезде. Ал энергияң сенің жан-жаққа ағып жатса, жан-жаққа қарай, біреудің сөзіне, кешегі болған нәрсеге, өткенде өтіп кеткен біреуге, ренішіңе, біреу қарызға тастап кетті, біреу лақтырып кетті, біреу үйтіп кетті, бүйтіп кетті. Соның бәрін ойлаған сайын энергияң жан-жаққа кетіп жатыр деген сөз. Энергияң 100% болмай, 100% нәтиже ала алмайсың. Мысалыға, телефоныңда қуаты 20%-ға, 10%-ға түскен кезде дымға да жарамайды ғой. Келсес па? Сабақта түсіре алмайсың, немесе бір видеода түсіре алмайсың. Уже оны зарядтайтын мүмкіндіктер іздей бастайсың. Дәл сол сияқты адамда да 20%, 30% болған кезде дымға жара алмайды. Сондықтан күн өтіп жатыр, бір нәрсе істегісі келеді, бірақ мүмкіндік көрмейді. Жасағысы келеді, алға ұмтылып жатады, бірақ мүмкіндіктерді көрмейсің. Энергияң жоқ кезде мүмкіндіктер көрмейсің. Осы күнделікті, осы өмірің өзің білгеніңмен күнделікті бір нәрсе қайталана береді. Өйткені сенде энергия төмен. Энергияны қалай көтереміз? Энергияны көтеру үшін ең бірінші спорт, таңертең спорт. Одан кейін ойды бір жерде ұстау, жан-жақтағы нәрселерге көңіл бөлмеуге тырысыңыз. Көңіл бөлмеңіз, себебі бір қарадыңыз ба, солған, мынандай болыпты ғой деп соған бір қарадыңыз ба, энергияңыз кетті дей беріңіз. Ал сіздің барлық күшіңіз, энергияңыз бизнесті жүргізуге, табыс табуға, жақсы өмір сүруге қарай арналу керек. Сондықтан энергияның алар орны ерекше. Көп кәсіпкерлер энергияны түсінбеуі мүмкін. Энергияны өзінің білгенімен жасай береді. Таңертеңнен кешке дейін мен жүгіріп жатырмын, мен үйтіп жатырмын, мен екінші точкаға әрекет жасап жатырмын, мен ананы сатып жатырмын, мынаны сатып жатырмын, бірақ результат жоқ па, результат нашар ма, табыс аз ба? Все болды, сенің жүгіріп жатқаның бір тиын. Себебі
энергия жетпей жатыр, энергияң мықты болатын болса, сен екінші тошқын ашасың, бесінші тошқынды ашуға сенде күш қайрат сол кезде жетеді. Энергияң толық болса, мүмкіндіктерді миың сол кезде ғана көреді. Так, былай жасаймыз, төте жолды іздейді, қалай тез табыс табуға болады, мүмкіндіктердің бәрін сол кезде ғана көрсете алады. Ал таңертеңнен кешке дейін жүгіріп жүрген адамда энергия болуы мүмкін емес, өте аз. Я табыс табуы мүмкін, нәтижеге жету мүмкін, бірақ азғантай деңгейде. Осы азғантай деңгейден мен мықты көтерілгім келеді, бұдан жоғары табыс тауғым келеді дейтіндер, олар энергияға көңіл бөлу керек, энергия ұрып тұру керек, энергияны ала беру керек, ала беру керек, ала беру керек болды. Және энергияны ұстап қалудың тәсілдері, өзіңдегі бар энергияны пайдалану керек. Және энергияны қайдан алсам болады? Энергияны табиғаттан алуға болады, спорттан, жүгіруден алуға болады, жақсы музыкадан алуға болады. Мына жақсы адамдармен қарым қатынас құрып, сөйлесіп, махаббаттан алуға болады, ата-анаңа деген құрметтен алуға болады, отаныңа деген сүйіспеншіліктен алуға болады. Тек қана жақсы нәрселерді көре біл, жақсы нәрселерден мықты энергия аласың. Одан кейін төртінші ресурс бұл білім. Білім қай заманда болсын, әрқашан үлкен құрметке ие. Білімді өмірдің соңына дейін алып өту керек. Мен білем деген адам ешнәрсені білмейді. Барлық кәсіпкерлер, мықты кәсіпкерлер өмірінің соңына дейін оқушы, шәкірт күйінде қалу керек. Яғни білім алу үстінде бола беру керек. Білім ала беру керек, ала беру керек, ала беру керек. Егер сіз бизнесті жасап жүрсеңіз, егер сіз кәсіпкер болсаңыз, кәсіпке қатысты 1000 түрлі білім бар. Мен 2 кітап оқыдым, мен бәрін білем деген нәрсе емес. Мықты кәсіпкерлер осы уақытқа дейін миллионын жіберіп жіберген. Мықты кәсіпкерлер миллиондап ақшаларын шашқан, өзіне осы білімге шашады. Миллиондап жоғалтқан. Содан кейін қазір ғана осы практикамен, қателесумен, білім алумен ғана үлкен нәтижеге жетеді адам. Көп адамдардың қателігі, мен ананы оқыдым, мынаны оқыдым, нәтиже көрмедім. Оқи бер, жылама, оқи бер. Біреуі болмасын, біреуі тиеді. 10 жерден ал, 20 жерден ал. 19-ы саған тимеуі мүмкін, бірақ 20-шы тиюі мүмкін. Сол кезде ғана адам оянады. Кітап бір ғана сөз үшін жазылады. 300 беттік кітап бір ғана сөз үшін жазылады. Сонда бір кітапты оқып шыққаннан кейін түсінетінің бір сөз екен ғой, бұның мағынасы деген түсінікте қаласыз. Ал үлкен бизнесмендер, мықты бизнесмендер қаншама кітапты оқыды. 300-ден 1000-дап кітаптарды оқиды. И дальше оқиды өмірінің соңына дейін. Ал көбісі 1-2 кітапты оқып алаттаған, все, мен бәрін білемін, мен біледі екенмін, мен көрдім дейді дағаны, қайтадан қателеседі, қайтадан ұрынады. Себебі бизнес жасаудың нақты формуласы жоқ. Жетістікке жетудің нақты формуласы жоқ. Оны только осылай көріп келесіз. Оқисыз, нәтиже шықпайды. Білім аласыз, нәтиже шықпайды. Ананы жасап көресіз, нәтиже шықпайды. Мынаны жасап, міне, қайтпағанның арқасында түбі бір жерге жетеді адам. Осы настойчивость дейді, настойчивость ғана керек. Яғни, қайтпас қайсарлық керек. Жыланба, мен айтарым. Нәтиже шықпады ма, все, ничего страшного, өлмейсің, давай келесің көр, давай одан кейінгісін көр, ала бер, білімді көре бер, ала бер. Білімді аласың, бұл зат емес, да, үйге алып қойып қоятын, бұл басыңа, өзіңе құясың. Бір сөз үйренсең де, 2 ай оқып, 3 ай оқып, бір сөз үйренсең де, сол саған үлкен нәтиже әкелуі мүмкін. Сол сені жоғары ұшырып жіберуі мүмкін, білмейсің. Сондықтан білімді ала беру керек. Нәтиже шықпай жатыр ма, келесі білімді ал. Одан нәтиже жоқ па, келесі білімді ал. Жыланба, мен ананы оқыдым, мен мынаны оқыдым, нәтиже болмады, бәрі өзіңнен. Адам өз-өзіне жасап алады. Егер менің білім алуға мүлдем мүмкіндігім жоқ дейтін болсаңыз, амалын табыңыз. Адамның миы мүмкіндіктерді көрсетпейді. Адамның миы тек қана жылаңқы нәрселерді көрсете береді.
Адамның миы оңай, жанды қинатпайтын нәрселерді тауып береді, өйткені бұның өзі қимылдағысы келмейді. Сол үшін бейсаналы түрде басқаруға көнбеңіз, өзіңіз басқарыңыз, өзіңіз өз тағдырыңыздың иесі болыңыз. Өзіңіз мына миды басқарыңыз. Мен қайда кетіп бара жатырмын, қалай кетіп бара жатырмын, менің білімім қандай, мен осы уақытқа дейін қандай нәтиже алдым, ертең күнім қалай болады, қазіргі жұмысым бар, бірақ бұдан гарантия жоқ қой күні ертең не болатынына. Қосымша доходтар іздеу керек, ананы көру керек, мынаны көру керек. Көре бер, нәтиже шығады, обязательно шығады. Тек қайтпау керек, настойчивость деген сол. Білім қай ғасырда да үлкен құнды бағаланған нәрсе. Сондықтан жақсылап отырып ойланшы, бір 10 минут. Жоқ дей берген нәрседен өмірің қалай кетіп жатыр. Осы уақытқа дейін жоқ деп келуің мүмкін. Осы уақытқа дейін экономдап келдің, нәтиже қалай? Нәтижең жақсы болса, мен қарсы емеспін. Дальше қимылдай беріңіз. Ал жоқ деп жоғалған сайын адам жоғалып кетеді. Мүмкіндікті көріңіз, мүмкіндікті табыңыз, мүмкіндік табылады. Әйтеуір бір варианттар бар. Елдің арасында жүрсің, өлмейсің, елдің арасында бір нан жесең де, бір нан тауып жесең де жей аласың. Ал адам жылана береді, бұл мидың 95% подсознаниен басқаруы бұл. Бұл саған мүмкіндікті көрсетпейді, только сені әйтеуір таңды атқызып, кешті батқыза берсе болды. Бұл түсінбейді, сенің заман қайда кетіп баратқанын түсінбейді подсознание, түсінесіздер ме? Бұған киім керек жоқ, бұған сенің байлық керек жоқ, бұған үй керек жоқ. Бұған сенің ғана жаның сақтау болды. Ал қазір үйсіз жүре аласыз ба, көліксіз жүре аласыз ба, ақшасыз жүре аласыз ба? Бұл оны түсінбейді. Сондықтан осы миды басқарып үйреніңіз. Бұл небір сылтаудың бәрін тауып береді. Сылтау тауып берген сайын аузын жауып отыру керек. Яғни жоқ, мен басқарамын, мүмкіндікті мен көремін, мен жыланбаймын, жоқ, әйтеуір табылады, өлмеймін, Алла берген жан өз алады деген сияқты ары қарай іздене беру керек, мүмкіндік табылады, мүмкіндікті көресіз. Тек жыланбаңыз, жыланған сайын сол нәрсе көбейе береді, дальше кете бересің. Басқа амал жоқ. Және 5-ші ресурс бұл мышление. Мышление тақырыбы менің өмірімде маңызы өте зор. Мышление, яғни ойлай алу. Жетістікке жеткен адамдар қалай ойлайды? Ал жетістікке жетпеген адамдар қалай ойлайды? Бай мышление қалай болады? Кедей мышление қалай болады? Күніңді қалай жоспарлайсың? Қиындық келгенде қалай қабылдап аласың? Қалай көп ақша табу керек? Қалай күйзеліс кезінде қалай сабырлы болу керек? Саған міне осы кезде мышление келіп көмектеседі. Мүмкіндіктерді көретін сенің ойлай алуың, разум дейді ғой. Осы ғана мүмкіндіктерді көреді. Сондықтан мышлениемен жұмыс жасау керек, мышлениемен. Адамның сана сезімі, мына жерде мышлениясы таза болмаса, мына жақпен жұмыс жасамаса, нәтиже шығу өте қиын. Сен қанша әрекет жаса, қанша кітапты оқып таста, қанша білімді ала бер, бірақ мына мышлениемен жұмыс жасамасаң, өте қиын ары қарай шығуға. Мысалыға, гүлді, таза бір гүлді екі жерге отырғызуға болады. Гүлді әкеліп суы бар, құнарланған топыраққа әкелсеңіз, ол гүл өседі. Дәл сол сияқты. Ал гүлді әкеліп, әдемі бір гүлді әкеліп, құнарсыз топыраққа, суы жоқ жерге отырғызсаңыз, сол гүл өседі ма? Өспейді, қурап қалады. Дәл сол сияқты сырттан кіріп атқан біліміңіз, ойлау қабілетіңіз қай жерге түсіп жатыр? Құнарлы жерге түсіп жатыр ма? Жоқ, құнарсыз жерге түсіп жатыр ма? Соны ойлаңыз. Сондықтан бірінші гүлді әкемес бұрын топырақпен айналысуымыз керек. Жерін дайындап алуымыз керек. Жерін құнарлы қылып, сулы қылып, өсіп кетуіне ыңғайлы жағдай, күн түсетін жер болу керек деген сияқты. Соны бірінші осы жерді дайындап алсақ, отырғызатын жерді. Одан кейін білім алсаң да тез өседі.
Кітап оқысаң да тез қағып аласың, ақша жасаудың жолын оңай білесің. Сол кезде идеялар, міне гүл болып жайнау деген сол. Миыңыз гүл болып жайнайды. Яғни мүмкіндіктерді көреді. Қалай бұл дұрыс? Құр босқа жүрмейсіз одан кейін. Барлық жерден мүмкіндік көресіз. Қай жерден ақша тапсам болады, қай жерден табыс табуға болады. Әр уақытыңыз есептеулі болады. Өйткені сіздің мына жеріңіз сіздің өте құнарлы, жақсы жұмыс жасап жатыр деген сөз. Бірінші осы жерді емдеу керек. Мышление. Мышление емдеу үшін не істейміз дейтін болсаңыздар, білім, кітаптар оқу керек, бизнеске қатысты кинолар көру керек, өте үлкен уақыт керек. Көп адамдардың қателігі, көп кәсіпкерлердің қателігі. Мен кәсіпкер келдім, болды, все, давай мен тез миллионға шығуым керек, тез мен үлкен табысқа жетуім керек деген асығыстық шешімі құртады көп кәсіпкерлерді. Асықпау керек. Асығыстап босқа нәтиже емес кері кетесің. Лучше бір жыл немесе 6 ай отырып мышлениеңмен жұмыс жасашы. 6 айдан кейін бұл саған миллионда табыс әкелуі мүмкін. 6 ай бойы тез табама деп жүріп 1 миллион жетуі мүмкін. Ал 6 ай бойы осы мышлениеңмен жұмыс жасасаң, саған 10 миллиондап, 20 миллиондап әкелуі мүмкін. Сондықтан бірінші осы мимен жұмыс, мышление. Қалай ойлайды? Бай адамдар қалай ойлайды? Кедей адамдар қалай ойлайды? Бай адамдар үнемі білім алу үстінде, үнемі ізденеді олар. Кедей адамдар оправдание іздейді. Түсінесіздер ме? Менің жағдайым жоқ, менің ақшам жоқ деген сияқты. Бұның бәрі мына мидың әлегі. Мүмкіндікті көрсетпейді. Өйткені ол адамда энергия жоқ. Мына жер таза емес, мышление деген сияқты. Осы жерде мышлениемен жұмыс жасаңыз, құнарлы топыраққа қойып алыңыздағыны, одан кейін гүлдеңіз. Давай миллиондап табыс, үлкен табыс, елге көмек жасаңыз, елдің ризалығын алыңыз, сол арқылы табысты да табасыз, үлкен табыстарды. Және өмір бойы бұл сізге қызмет жасайды, мышление. Ойлай алуыңыз үлкен қызмет жасайды. Мышление деген бұл сіздің мінезіңіз, қиындық кейіңізде қалай қасқайып қарсы аласыз. Үлкен табысқа жеткен кезде мінезіңіз қандай болады? Қиын ситуациялардан қалай шығасыз? Мінез, одан кейін гармонияда жүру. Қандай жағдай болмасын, сіз үнемі позитивте, көңіл күйіңіз көтеріңкі, жақсы көңіл күйде жүруіңіз. Мышление және бұл сіздің байлық, ақшаңыздың көп болуы осы мышлениеге байланысты. Мышление бұл кругозор. Түсінесіз бе? Сіздің ойлай алуыңыз, сіздің басқалар қалай көреді, сіз қалай көресіз әлемді. Біреу телефонды қалай көреді, біреу арт жағынан көреді, біреу алт жағынан көреді деген сияқты. Міне, мышление тек қана мүмкіндіктерді көру. Кругозорыңыз өзгереді. Сіз биік деңгейде, жоғары деңгейде жүресіз. Және мышление бұл достық қарым-қатынас. Барлық адаммен дос, ешкімге зияныңыз жоқ. Үлкен энергияда жүру. Мышление бұл энергияда жүру. Ешкімге ренжімейтін, ешкімге өкпелемейтін, бұрынғы өткенді еске алмайтын, алға қарай ұмтылған, әрқашан жайнап жадырап жүретін, спортпен айналысатын, табысы мықты, жасампаз жанға айналу. Каналға тіркеліңіз. Бұл каналда бәрі сізбен біздің дамуымыз үшін, ары қарай ұмтылуымыз үшін, сізбен біздің табысымыз үшін, жақсы өмір сүру үшін, отбасыны мықты ұстау үшін тек қана пайдалы канал. Осы 5 ресурсты өміріңізге қолданыңыз, пайдаланыңыз, жақсы жағдайға жетіңіз, табысты табыңыздағыны адамдарға көмектесіңіз, біліміңізбен бөлісіңіз одан кейін сізде. Келесі видео сабақтарда бизнестің қыр-сырлары туралы тек қана пайдалы контенттер болады. Сол үшін міндетті түрде подписаться каналға жасап алыңыз. Келесі сабақтар жіберіп алмас үшін комментарияға өз ойыңызды бөлісіңіз. Басқа адамдарда көруіне себепші болыңыз. Сізде дамыңыз, жоғары сатыға көтеріліңіз. Қазақстан бай бақуатты болсын.